Достар, бізде араб тілін үйрену бойынша 8-ші сабақ. Енді бүгін біз әна, әнта, әнти, хуа, хия дегенді үйренеміз. Әна деген мен, әнта сен, ертегіне айтылады. Әнти женский род, сен деген аудармасы. Хуа мужской род, ол деген, хия, ол деген бұл женский род. Енді әна деген мен. Әна Хасан, мен Хасанмын. Әна муалимун, мен мұғаліммін. Енді әнта сен дегенге. Әнта Холид, сен Холидсің. Әнта Толиб, сен студентсің. Хуа ол. Хуа Махмуд, ол Махмуд. Хуа Тобиб, ол дәрігер. Енді мына жақ мужской родта болды. Енді мына женский родта. Әна, мен. Әна Айша, мен Айшамын. Әна муалима, мен мұғаліммін. Әнти, сен. Әнти Зайнаб, сен Зайнабсың. Әнти Толиба, сен студентсің. Хия, ол. Хия Марьям, ол Марьям. Хия Мумарридо, ол медсестра.